Ал кәне, балалар, кәне маған қарайық. Ал кәне, балалар, амандасып алайық. Сәлем, сәлем, балақай. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлем, сәлем, балақай. Қол соғайық, алақай. Балалар, айтыңдаршы, қазір далада қандай жыл мезгілі? Әрине, жылдың күз мезгілі. Күз мезгілінде дала суытып, жаңбыр жауады. Балалар, табиғаттың да адам сияқты өзіне тән көңіл күйі болады. Мысалы, жаңбыр көңілді болуы мүмкін. Мұңды және жабырқаулы болуы да мүмкін. Сонымен қатар, шулы аспаптарда табиғаттың бейнесін көрсетуге болады. Бұл үшбұрыш, қоңырау және металлофонда ойнап көрсетуге болады екен. Сыбызғыда біз желдің дыбысын көрсете аламыз. Ал дауылпазда күннің күркірегенін көрсетеміз. Маракаста жапырақтың сыбдырын көрсетуге болады екен. Және де түрлі музыкалық аспаптармен табиғаттың сан түрлі бейнесін көрсетуге болады. Күзгі табиғаттың тамаша суретін Петр Ильич Чайковскийдің музыкалық циклынан тыңдай аламыз. Келесі кезекті балалар, ойынға келейік. Шулы аспаптардан оркестр жинақта. Дұрыс. Бұл дауылпаз. Дұрыс емес. Дұрыс. Үшбұрыш. Бубен, өте дұрыс. Айтыңдаршы, күзгі баққа саяхат сіздерге ұнады ма? Өте қызықты болды, балалар. Ендеше ауыз жаттығуымызды бастап, тамаша әнмен аяқтайық саяхатымызды. жапырақ жерге түседі, балдай тәтті жемістер күзде піседі. Келді, келді, келді алтын күз, келді, келді, келді жарқын күз. Жемістерді себетке жинап тереміз, анамызға себетті әкеп береміз. Ән саламыз, кәне бәріміз, рахмет сізге, рахмет.
керемет сары күз. Сау бол, балақай.